көркем сүрөтлөө куралдарынын және бірі гипербола. Гипербола грек сөзі асыра сілтеу деген мәнін аңлатады. Яғни ол хәдден тыс үлкейтіп, хәдден тыс күшейтіп көрсету ұсылына гипербола дейміз. Бұны мысалдар арқылы көрсек, мысалы Қырғызстаннан Гүлайымдай батыр қыз батырлығын білдірді, ләшкерлердің біразын таспенен ұрып өлтірді, біразларын балықтай найза ұшына ілдірді. Сәрбіназдай батыр қыз 10-15-ін қосақлап найзаға бір түйреді. Атылған мылтық сесінен, шабылған қылыш жүзінен, батырлардың дәстінен қайрақ болған қара тас пыт шыты шықты бұзылды. Асыра сілтеу екен үшті анық болып тұрыпты, бұл жерде гипербола екен көрініп тұрыпты. Бұл Қырғызстанларда жүда көп ұшырасады гипербола. Және бір мысал келтірсек, Гүзар жолдың дәрбент-дәрбентін алып машина зымырағанда дөңгелеклері жерге тимей, аспан мен жердің арасында ұшып бара тұрғандай көрінді. Әр қадем атқанда таушан алса һәм, атасы Араптан туры келсе һәм, әкеңнің көзін көріп қалса һәм, өлтір итіңді дейсен қандеклі. Әжес Қосбай ұлына тиесілі әзіл қосқыларын, бұл сатиралық қосқыларын. Тушан әр қадем атқанда тушан алса да деп гиперболаға мысал бола алады екен. Кейінгісі мысал: Асқар тау Эльбурс аспанға тиген, сымбатлы ақ төсін көкше бұлт сүйген. Бұл Ибраһим Юсуптың сағыну қосылған. Бұдан артық гипербола болмаса керек. Гиперболалық сүрөтлеу.